қоқыстан арылмай өмірің тазармайды. Үйімізді, жұмыс орнымызды қаншалықты апта сайын жинастырып, артық қоқыстан арылтып тазалық жүргізсек, соншалықты жан дүние әлеміне де тазалау процесін жиі жасап отыру керек. Үйді шаң басса бірден көзге көрінеді ғой, ал жүректі шаң басқанын қалай байқаймыз? Жүрегімізге салмақ салып тұрған реніш пен өкпеден қалай арыламыз? Алда осы сұрақтардың барлығына жауап аласың. Ал қазір айналаңның тазалығына жақсылап мән бер. Жапондық Мари Кондо есімді қыз ойлап тапқан тазалық техникасы әлемдік деңгейде үлкен танымалдылыққа ие болды. Бұл әдістің әлем бойынша көптеген адамға көмегі тиіп, пайдасы болғандықтан халық бірінен бірі естіп, зерттеп, оқып, біліп қолдана бастады. Ал енді дәл осы әдісті қалай пайдаланамыз? Оны дұрыс қолданудың жолдары қандай? Бәрімізге белгілі, әр аптаның сенбі жексенбісін әйелдер қауымы көбінесе тазалық күні ретінде қабылдаймыз. Отбасымызбен бірге үйді, ауланы жинауға кірісеміз. Бір қоңды жуып, балалардың келер аптада киер киімін реттейміз. Моншаға барып та үлгеруге тырысамыз. Тура солай, бірақ енді заттар мен киім-кешек үйдегі түрлі ыдыс-аяқ, құрал-саймандарға бір реттеу жүргізіп шығу қажет. Әсіресе әйелдер қауымы ескі, сыймай қалған немесе жыртылған киім болса да, кейін бір керек болады деп сақтап жүреміз. Одан басқа сөмке, түрлі бояулардың қорабы, әртүрлі түкке қажеті жоқ заттарда үйіліп жатады. Тазалық осы жерден басталады. Керек емес, енді сен ешқашан кимейтін жыртылған, бірақ тігіп аламын деп ниеттеніп жүргеніңе біраз болған киімдерді арықтағанда киемін, салмақ қосқанда киемін деп сақтай бергеніңнің бәрін тастау керек. Себебі ескіден арылмай орнына жаңа керекті дүниелердің келуі екіталай. Немесе ішіндегі жыртық емес, сен өзің кимеген, жалпы киюге жарайтын киімнің бәрін жинап, жақсылық жолында дұрыс ниетпен мұқтаж жандарға садақа ретінде берген құп болады. Осындай реттілікті жұмыс орның мен жеке кабинетің, көлігіңе де жаса. Әсіресе әйелдер қауымы қол сөмкемізге де ерекше мән берген жөн. Ондағы қажетсіз заттарды іріктеп, қоқысқа тастау керек. Әйтеуір бір керегі болар деген оймен көтеріп жүрген құжаттарды үйдегі орнына қой. Әлде қашан таусылған ерін далабы да енді қажет емес. Қазір сөмкеңді ашып, міндетті түрде саған мүлде қажет емес бір-екі нәрсе табылады. Әйел адамның көлігі де сөмке сияқты. Бірнеше жыл бұрынғы визиткалар, қажетсіз чек қағазы, жарамдық мерзімі әлде қашан аяқталған жеңілдік, дисконт картасы, балалар жемей тастаған тәттілер де қуыс-қуыста жатқан шығар. Егер көлігің болса, оны да автоспаға апарып, толық тексеруден өткізсең артықтық етпейді. Одан кейін тағы бір мән беретін құрал телефон. Оның ішінде де қажеті жоқ адамдардың номерін, Instagram желісінде тек жағымсыз жаңалық тарататын аккаунттар. Ескі суреттер мен пайдасыз видео жазбаларды өшіріп, миға тыныштық сыйла. Әлеуметтік желіні тек пайдалы іске қолданып, маңызы жоқ өсек-аяңға көп чаттардан шығып кет. Әсіресе Мари Кондо техникасы сынған, бүлінген ескі нұсқа нәрселерден арылуға кеңес береді. Ас үйде қолданбайтын ыдыстар, шеті кертіліп кеткен тәрелке, өтпей қалған пышақ, ал боянатын айнаның алдына бос опаның қорабы, қолданбайтын әтір, крем, тағы да басқа орын алып тұрған заттарды қоқысқа тастап, бір тазартып ал. Себебі артық заттардың барлығы да сенің өзіңе онсыздақ жетпей жүрген энергияңды шығындайды. Қажетсіз затты көрген сайын жағымсыз эмоция, оның бір реттеу керек еді деген ой мидың бір бұрышынан кетпей тұрып алады. Осылай материалдық тұрғыдан тазарып алған соң, жан дүние тазалығына көшеміз. Жан дүниеміздің тазалығына үй жинап болған сәттен ақ кірісіп кетуге әбден болады. Мысалы, біздер қыз-келіншектер қауымы үй жинағанда музыка қойып қоюға әуеспіз. Біздің бір кеңесіміз, үй жинаған сәтіңізде пайдалы насихат не болмаса саған қажетті тақырыптағы лекцияны қойып қой. Әрқашан жақсы ойлайық. Әрі сол жағымды оймен позитив көңіл күйде ішкі әлемімізді де таза ұстайық. Осы секілді пайдасы бар техниканы адам жақсылыққа қолданады, немесе жамандыққа қолданады. Мысалы, шөпті сиыр сүтке айналдырса, жылан оға айналдырады. Қазақтың мақалында айтылғандай, ара бал жинаған жерден жылан у жинайды. Сондықтан алып жатқан білімімізді пайдалы іске бағыттау өз қолымызда.
Дәл бүгіннен бастап айналамыздағы ұнатпай жүрген адамдарымызды бірден жақсы көріп кету мүмкін емес шығар. Дегенмен, Алла разылығы үшін әлгі туысқанымызбен, не көршімізбен, не әріптесімізбен арамызда реттегіміз келді ме, ары қарай Алла өзі реттейді. Бастысы, сен әуелі ниетіңді дұрыстап, алғашқы қадамыңды жаса. Әр адамның жан дүниесі кіршіксіз таза екенін, әлде өкпе реніш пен өкініш тұнып тұрғанын көзінен, сөзінен, кейде тіпті жүзінен байқауға болады. Адамды сыртқы бет әлпетіне қарап бақылауға болмайды. Десек те, өзінің ішкі әлеміне деген құрметі сыртынан бастап хабар беріп тұратын нәзік жандыларда бар екені жасырын емес қой. Барынша әдемі киініп, күлімдеп жүруге, айналамызға шуақ шашуға барымызды салайық. Біздікі ниетімізді дұрыстап, қолымыздан келетін шаруаға кірісу. Қалғанын Құдайға тапсырайық. Аллаға тапсырылған іс міндетті түрде қайырлы болады. Кейбірімізде кездесетін бір қателік Алланың разылығынан гөрі адамның разылығын бірінші орынға қоюымыз. Анау не дейді, мынау не ойлап қалады деп қате дүниелерді тіпті күнәлі істерге жол беріп қоятынымыз рас қой. Мәселен, пәленше үйге келгенде алдынан арақ қоймасақ өкпелейді ғой. Сыныптасым келгенде бір сыра ішсем болмай ма? Сияқты сылтауымыз болуы ғажап емес. Осындай әрекеттер адам ризашылығын іздеуге жатады. Әлбетте кісінің көңілі өте маңызды, бірақ сол ісің Аллаға ұнар ма еді? Мәселе осында, көңіл қойылған жердің бәрін астан-кестен қыл деген сөз емес. Мұсылман көркем мінез егесі. Саған ұнамсыз іс көрсең, сыпайы ғана ескерт. Сені тыңдамайтын болса, әлгі танысыңның түзелуін сұрап, сыртынан дұға қыл. Егер бәрін дұрыс істеген болсаң, әуелгіде саған ренжіп араласпай кеткен адамыңның өзі уақыт өте келе сенікі дұрыс екенін мойындайды. Өйткені сен Құдайға ұнайтын іс қылдың, ал әлгі адамның жүрегі де Алланың қолында ғой. Ислам діні адамдар арасында бүлік салушыны, қаталдықты жақтамайды. Тіпті біреуді намаз оқы деп ұрсуды да құптамайды. Кітаптың әуелгі бетінде айтқанымыздай, дүниесінде өзімізбен кейінгілерге қарап шүкіршілігімізді арттырсақ, енді дін ісінде керісінше өзімізден алдыңғыларға қарап бағыт алуымыз, өзімізді қамшылап, қуаттауымыз керек екен. Ол қалай? Пәлен құрбым арабша Құран оқып үйреніп алды. Мен әлі Құранды түпнұсқадан оқи алмаймын. Дүгенше ас дайындап бастағанда міндетті түрде бисмилля деп айтады екен. Мен үнемі ұмытып кетемін деген секілді жақсы ісін байқап, бой түзеу өте пайдалы. Дүние ісінде шүкірмен қанағатымыз артып, дін ісінде иманымызды қуаттау көбейген сайын жүрегіміз тыныштала түседі. Оған еш күмәнің болмасын. Осы әрекеттерді ескерту жанымыздың тазалығын сақтауға көмегін тигізіп, жігерімізді жани түседі.